Мен және ақша. Кіріспе. Бұл кітапты оқуды бастамас бұрын күнделікті шаруаңызды уақытша ұмытып, маңызды оқуға көңіл аударыңыз. Ал ең алдымен өзіңізге шын мәнінде бай адам болғым келеді ме деген сұрақ қойыңыз. Егер сіз тек қана көбірек ақша тапқыңыз келсе, онда бұл кітап сізге арналмаған. Ал егер сіздің үлкен арманыңыз болса, егер сіз не үшін тырысу қажеттігін білсеңіз, егер сіз шынымен өзіңізді байлыққа лайықты адам деп шешсеңіз, ақ жол. Мен бай болғысы келетіндігі туралы айтқан және өздерін баймыз деп есептейтін адамдарды жиі кездестірдім. Егер мен қаласам болды бай болып кетем деп айтып жүрген адамдарды да кездестірдім. Кейде көп ақша қажет емес, себебі өмірдегі маңызды зат ол емес деп есептейтіндерді жолықтырдым. Бірақ шынымен бай болуға іс жүзінде дайын адамдарды өте сирек көрдім. Бұл кітапты оқып болғаннан кейін сізде өте шектелген таңдау болады. Шешім қабылдап іске кірісу немесе ештеңе істемей барлығын орнында қалдыру. Бұл кітапты оқысаңыз да сіздің байып кетуіңізге кепілдік берілмейді. Бірақ меніңше, сіз осы кітапты оқып, мұндағы білімді қолданбасаңыз, өзіңізді ешқашан кешірмейсіз. Егер адам білместікпен істей алмаса, ол бөлек. Және біле тұрып жасама мүлде басқа жағдай. Алдымен, бай адам қандай болу керек деген сұраққа жауап беріп көріңіз. Қанша жауап нұсқасы шығады? Мақсатына ұмтылғыш, батыл, ерікті, ақша таба білетін. Ал мынау басты анықтама. Бай адам ол өзіне ақшаны жұмыс істете білетін адам. Ол ақша үшін емес, ақша ол үшін жұмыс істейді. Бұл анықтаманы түсініп, қабылдап және есте сақтап алу қажет. Ал енді бай адамның өмір сүру тәртібін ойлап көрейік. Немесе дұрысы, егер мен бай болсам не істер едім деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Сіздің ойларыңыз шынайы көрініс алу үшін бір бет таза қағаз алып, 8 минут ішінде сіз бай болған жағдайда істеңіз келетін армандарыңызды тізіп жазып шығыңыз. Сізде ақшаның көптігі соншалық, тіпті оның қанша екендігі маңызды емес деп елестетіп көріңіз. Басыңызға келген ойдың барлығын жазыңыз. Тоқтамай, тіпті қаламды қағаздан үзбей барлығын тізіп жазып шығыңыз. Сіз жазуыңызды тоқтатып, үзіліс жасағыңыз келсе, қазіргі уақытта қажеттінің барлығын жаздыңыз деген сөз. Алайда, бұл сіздің арман мақсатыңыз емес, тек белгілі заттардың қажеттілігі ғана. Сіз тек үзілістен кейін ғана қол жеткізгіңіз келетін мақсаттарыңызды жаза бастайсыз. Осылайша сіздің армандарыңыз шынайы көрініске айналады. Сонымен қатар дұрыс бағытта білуде ұмытпаған маңызды. Өзіңізді ауқатты жетістікке жеткен адам ретінде елестетіңіз және жазуды тоқтатпаңыз. Жазып болған соң қанша бет жазғаныңызды есептеңіз. 1 бет, 2, 3, мен өзім 12 бет жаздым. Және сол кезде ұстазым мен арман жоқ екендігін және мені оқытқысы келмейтіндігін айтты. Дегенмен мен өзім өте маңызды заттарды жаздым деп есептедім. Ал енді өз тілектеріңізді тыныш жағдайда, асықпай және жақсылап ойланып жазып көріңіз. Ойлану, толғану үрдісі тайгада серуендеу секілді. Бір рет өтіп ешқандай із қалдырмайсыз. 2-3 рет жүргеннен кейін із қала бастайды, бірақ уақыт өте келе жоғалады. 10 рет жүргеннен кейін соқпақ жол қалады. Сіздің қазіргі ойланып елестетіп отырғаныңыз тек алғашқы қадамдар. Сіз енді ғана байлыққа соқпақ жол салудасыз. Мұның барлығын ғылыми тұрғыда да түсіндіруге болады. Біздің миымыз 36 миллиард нейроннан тұрады. Әрбір нейрон белгілі бір қызметке немесе түсінікке жауап береді. Егер сіз үй деген сөз естісеңіз, өз үйіңізді елестетесіз. Егер қызыл үй деген сөз оқысаңыз, міндетті түрде қызыл үйді, қызыл кірпіштен салынған үйді елестетесіз. Бұл жағдайда қызыл сөзіне жауап беретін нейрон үй сөзіне жауап беретін нейронмен біріктіріледі. Егер осындай тіркесті көп рет қайталасаңыз, нейрондардың тұрақты бірігуі, тұрақты бейне орнын алады. Келесі жолы үй деген сөзді ғана естісеңіз де, міндетті түрде қызыл үйді елестететін боласыз. Осылайша, жүріп тұру стереотипі мен ойлаудың стандарттық әдістері пайда болады. Сондықтан, сіз өзіңізді бай адам ретінде елестетіп, бай адамның сөзімен сөйлеп, бай адам сияқты жүріп тұрсаңыз, сәйкесінше бай адам сияқты ойлана бастайсыз. Ал бұл өте маңызды, себебі байлардың ойлау қабілеті ерекше. Көп ақшаға ие бола тұр, бай адамдар жұмыс істеуді тоқтатпайды. Қатты шаршадым, егер менде ақша болғанда міндетті түрде демалатын едім деген сөздер кедей адамның сөздері. Көп адамдар былай дейді: менде идея көп, бірақ ақша жоқ, мен өте ақылдымын, өте дарындымын, тіпті данышпанмын. Егер менде ақша болғанда көп іс жасар едім, бірақ ақша жоқ, сол үшін де шарасызбын. Ақшасыз мен ештеңе істей алмаймын. Ол адамдарға былай дейсің: сен қимылда, жұмысты баста, сонда ақша өзі келеді.
Олар былайша жауап береді: бастапқы қаржысыз не істеуге болады? Сен алдымен маған ақша бер, содан соң мен жұмыс жасаймын. Ал ақшасыз ештеңе шықпайды. Ақшам болмаса өз ісіңді жүргізу туралы армандаудың да қажеті жоқ. Мұндай адамдар бірдеңе істеу үшін, қол жеткізу үшін міндетті түрде ақша қажет екенін сенімді. Және аз ақша емес. Алайда ауқатты адамдар туралы әлемдік тарих басқаша сыр шертеді. Жетістікке жеткен адамдардың өмірін, жетістіктерін зерттеу арқылы алған білімдеріңіз негізінде олар ұстанған қағидалар мен ережелерді басшылыққа ала отырып, сіз 2-3 айдың ішінде өз кірісіңізді 30-70%-ға жоғарылата аласыз. Дәл осындай білімді сіз осы кітапты оқу арқылы ала аласыз. Осылайша сізді өз арманыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік болады. Әлемде ақша да, махаббат та, бақыт та жеткілікті. Бастысы оларды ала білу қажет. Сіздің осы кітаптан оқып үйренгеніңіз сізге дұрыс емес болып көрінуі немесе сіздің ұстанымдарыңызға қарсы болуы мүмкін. Алайда, егер сіз шынымен өз мақсатыңызға жеткіңіз келсе және армандарыңызды жүзеге асырғыңыз келсе, білім алуға, түсіністікке және жаңа ақпаратты жағымды қабылдауға көңіл бөлуіңіз керек. Неден бастау қажет? Алдымен аз ақшаны ұстап үйрену қажет. Аз ақшаны ұстап үйренбейінше сіз үлкен соманы ұстай алмайсыз. Статистика бойынша әрбір 100 адамның 16-сы ауқаттылыққа қол жеткізеді. Алайда олардың тек біреуі ғана сол байлықты өмірінің соңына дейін сақтай алады. Және дәл осы сол адам бай болып есептеледі. Ақшаны ұстап қалу оны табудан әлде қайда қиын болып табылады. Бай болуды қатты қалайтын адамдар үшін негізгі қажетті қағидаларды есте сақтаңыздар. Өз мүмкіндіктеріңізді әрқашан ақшадан жоғары қойыңыз. Сонда ақша сізге өзі келіп қызмет ететін болады. Егер адам өз мүмкіндіктерін ақшадан төмен қойса, ақша сіздің не жеп, не киіп, демалысқа қалай баратыныңызды, жақындарыңызға не сыйлайтыныңызды анықтайтын болады. Өз өміріңіздің сапасын өзіңіз айқындау үшін мүмкіндіктеріңізді ақшадан жоғары қойыңыз. Осы ережені бірнеше рет қайталап оқыңыз да осы жөнде ойланыңыз. Оны жаттап алып бірнеше рет қайталау керек. Сіз өз жұмысыңызды жақсы көресіз бе? Бірақ бір затқа қол жеткізу үшін оны жақсы көру азшылық етеді. Әуесқойлық қажет. Ал әуесқойлыққа реніш, күйініш, уайым тән. Әуесқойлық дегеніміз өз арманыңызға толығымен берілу. Жартылай емес, толығымен. Қажеттілік үшін жұмыс істейтін адамдар да бар. Олар жұмысқа уақытысында келіп, уақытысында кетеді. Өз жауапкершілігін атқарады. Алайда жұмысына ешқандай қызығушылық танытпайды. Оларға тек үрдістен қалмау маңызды. Мұндай адамдар армандамайды. Сәйкесінше түбінде ештеңеге қол жеткізе алмайды. Егер сіз бай болғыңыз келсе, ешқашан үрдіс үстіндегі адам болмаңыз. Сіздің ауқаттылығыңызға ешкім жауапты емес. Мемлекетте, билікте, заңда. Сізден басқа ешкім. Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін сізге әлемге басқаша көзқарас қалыптастыру керек. Басқа тәжірибе, ой-сананың басқа трафаретін қалыптастыру қажет. Адам миынан асқан мүмкіндігі зор зат жоқ. Тек оны дұрыс қолдана білу қажет. Біздің айналамыздағы адамдардың 98%-ы баяғы көзқарасты ұстануды жөн санайды. Бұл біздің жақындарымыз, достарымыз, таныстарымыз барлығын айтатын бір зат. Ақша болғанда мен өз ісімді ашатын едім, амал қанша ақша жоқ. Алайда ақиқат белгілі ережені түсінуде. Бай болу үшін қимылдау керек. Арманыңа қол жеткізу үшін жаңалықтарға ұмтылып білім алуға жет. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Адамдар алдымен бай, сосын барып ақылды болмады ма? Әлде алдымен ақылды, сосын бай болды ма? Әрине, алдымен ақылды, сосын барып бай болады. Сондықтан бай және жетістікке жеткен адамдар бөлісетін білімін меңгеріңіздер. Солардан үйреніңіздер және өзіңізге, өз жұмысыңызға және арманыңызға құштар болыңыз. Осылайша жұмыс істеңіз. Шешімін табу туралы нақыл. Ызғарлы әрі тұманды күні екі бала қатып қалып, көл үстінде коньки теуіп жүреді. Мұз барлық жерде бірдей болмады, бірақ балалар оған көңіл аударған жоқ. Кенеттен бір жерде мұз жарылып, балалардың біреуі суға құлайды. Екіншісі бала саспай қолына тас алып мұзды жара бастайды. Ақыры мұзды жарып, досын шығарып алады. Құтқарушылар келіп, болған оқиғаны көрген соң, сен мұны қалай істедің? Мұндағы мұз қалың және кішкентай тастармен сенің кішкентай қолдарыңмен оны ойып түсіру мүмкін емес деп сұрайды. Осы кезде қастарына бір қария келіп күліп былай дейді: мен оның қалай істегенін білемін. Қалай деп сұрайды одан. Себебі оның қасында бұл мүмкін емес деп айтатын адам болған жоқ. Уолт Дисней елестете алатын затыңды жасай аласың деген болатын. Қабілетті іске қосу. Бір бай адам болыпты. Оның өте сұлу қызы болады. Бай қызын күйеуге бермекші болады.
Алайда жігіттер оған жақсы көргендіктен бе, әлде ақша үшін үйленгілері келеді ме деп күмәнданады. Сол себепті ол жігіттерді сынамақшы болып, адамдарды жинап алып, бай былай дейді: кімде-кім мына бассейнде жүзіп өтсе, өз қалауынша менің жерімнің 1/3-ін, ақшамның 1/3-ін немесе қызымды алады. Бірақ бұл бассейнде ондаған құлтырауының жүзіп жүргендігін білулеріңіз керек. Ол сөзін аяқтап болмастан бір жігіт бассейнге түсіп кетеді. Бай таң қалады. Мұндай әрекетке бару үшін қандай батыл және қайратты болу керек деп ойлайды. Құлтырауындар жігітті қуа жөнеледі. Жігіт тез жүзе бастайды. Жыртқыштар қуып жете бергенде жігіт одан қатты тез жүзіп кетеді. Ақырында ол бассейннің арғы бетіне дейін жүзіп шығады. Таңданған бай өкінішті кейіппен жігіттен жерінің 1/3-ін қалайды ма деп сұрағанда, жігіт жоқ деп жауап береді. Сонда бай: менің ақшамның 1/3 бөлігін алғың келіп тұрған болар деп сұрайды. Бұл жолы да жоқ деген жауап алады. Бай біраз тынышталып, оң жауап алатынына сенімді түрде: сен менің қызыма үйленгің келеді ғой деп сұрағанда, жігіт тағы да жоқ деп жауап қайтарады. Онда саған не қажет деп сұрайды таңданған бай. Сонда бай: мені осы бассейнге итеріп жіберген адамды тауып беріңдер деген жауапты естиді. Мысал, ешкімнің өз мүмкіндіктерін физикалық тұрғыдан болсын, интеллектуалды жағынан болсын дұрыс бағалай алмайтындығын көрсетеді. Алайда оқыс жағдайларда мұндай мүмкіндіктер таныла бастайды. Өз еркімен ол жігіт бассейнге ешқашан секірмес еді. Ал жақсы ұстаз өзіңіз ешқашан жасамайтын заттарды, сіздің қабілетіңізді танытатын заттарды жасауға міндеттейді. Нашар ұстаз: жақсы, сен мұны ертең істесең де болады дейді. Алайда бұл сүйіспеншілік емес, бұл аяушылық. Ал хирург аянышты пациент өліміне алып келуі мүмкін. Міне, осыны есте сақтау қажет. Бай адамдар ережесі. Ал енді өзіңізді құлтырауындар жүрген бассейндем деп ойлаңыз. Астарлы мағынада бассейн орнына қаржы саласы, ақша әлемі болуы мүмкін. Сізді тек сіздің ақшаны басқара алу қабілетіңіз ғана құтқара алады. Ал бұл үшін қаржы саласындағы ақша айналымының қағидаларын, заңдарын білу қажет. Дәл осы білімді мен сіздерге ұсынып отырмын. Алдымен өз өміріңізде қолдануыңыз қажет бай адамдардың бірнеше негізгі ережелерін есте сақтаңыздар. Мақсат дегеніміз ұсақ идеялар немесе заттар жиынтығы емес. Ол сізді құштарлық сезіміне толтырады, жұмыс істеп, алға ілгерілеуге көмектеседі. Ақша да адам секілді болып жатқан жағдайларды сезеді. Оған жақсы қарап, сыртқа серпілмесеңіз, сонда ақша сізге өзі келіп қалатын болады. Болашағын жоспарламайтын адам өзінің өмірі басқа адамдардың қолымен жасалынатынына көнуі тиіс. Бізде бар заттар біздің істеген ісіміздің нәтижесі. Осы ережелерді есте сақтаңыз. Үй, көлік, саяжай бұлар мақсат емес. Әрі біз бұл тақырыпқа оралатын боламыз. Біз неге ақша, байлық туралы сөз қозғап отырмыз? Құлтырауыны бар бассейн туралы нақыл естеріңізде ме? Біз ақша басқаруды үйренуіміз қажет. Үлкен ақшама, аз ақшама маңызды емес. Қандай рухани адам болсаңыз да, тіпті тақуа болсаңыз да, ерте ме кеш пе сізге ақша туралы ойлану қажет болады. Егер өзіңізде жол жүру үшін ақша болмаса, ешкім сіздің дипломыңызға мән бөлмейді. Ғылым докторы деген ғылыми атағыңызға да қарамайды. Осы кезде сіз өзіңіздің жағдайыңызға қынжыласыз. Екінші ережеге көңіл аударыңыз. Әйтеуір бір уақытта, бір күн ішінде өткен жылдардан артық ақша табамын деп ойлаңыз. Бұл спорт жарыстарына ұқсайды. Минут ішінде шешілетін жарысты жеңу үшін спортшы көп айлар, жылдар бойы жаттығады. Сәттілік оған осы минуттарда келді деген біздің ойымыз жансақтық болып табылады. Жетістік ұзақ мерзімді жалықтыратын жаттығулардың, күнделікті еңбектің нәтижесі. Сондықтан есте сақтаңыз, сіздің армандарыңыз бен мақсаттарыңыз және үмітіңіз тек нақты қалаған жағдайыңызда сіздің байлық пен жетістік жолына келетін уақыт жақындап келеді. Міне, сол кезде өзіңіз бір кездер армандаған мүмкіндіктерге жетесіз. Оларды жүзеге асыруға тырысыңыз. Осы кітапты оқи отырып, барлық жаман ойларыңызды тастаңыз. Күлімдеңіз және жағымды қабылдауға бағытталыңыз. Сіздің көңіл күйіңіз жақсы болуы тиіс. Себебі жақсы көңілде сіз барлығын дұрыс қабылдап тез үйренесіз. Алдымен бір есте қаларлық оқиғамен бөліскім келеді. Бір кішкентай қыз анасының қасына жүгіріп келіп сұрайды: сен өскенде кім боласың? Анасы ойланбастан жауап береді: әйел боламын. Ана, сен неге өтірік айтасың? Сен қазір әйел емессің бе? Деді қызы. Айтшы енді, өскенде кім боласың? Мен ұстаз боламын, деді анасы. Сен қазір де ұстазсың ғой, деп таңданыспен қызы сұрағанын қайта қойды. Ана, сен өскенде кім боласың? Осы кезде анасы өзінің қызы үшін әрдайым ана да ұстаз да болған
және мұның аз екендігін түсінеді. Сол уақытта ол өзінің бұл өмірде одан маңыздырақ, одан да көбірек затқа қол жеткізе алу мүмкіндігінің болғандығын сезінеді және осы арманды қызының көздерінен көреді. Барлық балалар өз ата-аналарын артқы қатарда емес, басты рөлде көргісі келеді. Олар бізге жоғарғы нәтижеге қол жеткізе алатындығымызды, өз армандарымызды жүзеге асыра алатындығымызды жеткізеді. Балалар өз ата-аналарын мақтаныш тұтқысы келетіндерін естеріңізде ме? Мақсат дегеніміз ұсақ идеялар немесе заттар жиынтығы емес. Ол сізді құштарлық сезіміне толтырады, жұмыс істеп алға ілгерілеуге көмектеседі. Ақша да адам секілді болып жатқан жағдайларды сезеді. Оған жақсы қарап, сыртқа серпімеңіз, сонда ақша сізге өзі келіп қалатын болады. Өз болашағын жоспарламайтын адам өзінің өмірі басқа адамдардың қолымен жасалынатынына көнуі тиіс. Бізде бар заттар біздің істеген ісіміздің нәтижесі. 2 маңызды сабақ. Жетістікке жеткісі келетін кез келген адам үшін 2 маңызды сабақ. Біріншісі, жақсы жетістік бар жерде жақсы ұстаз бар. Қандай ақылды оқыған адам болсаңыз да, ұстазсыз ештеңе шықпайды. Ұстаз сіздің арманыңызға жолды қысқартады. Кең тараған қателіктерден сақтануға көмектеседі. Ақшаны қолдануды үйретеді. Егер сіз тез арада жетістікке жеткіңіз келсе, өзіңіз қаржылық істеріңізде немесе мансабыңызда өзіңіз армандаған орындағы адамдарды назарыңызда алыңыз, оны бақылаңыз. Бұл сізге тек ұстаз табуға көмектеседі. Егер сіз байқампаз адам болсаңыз, бір апта ішінде сәйкес адам іздейтін ортаны таба аласыз. Мен Бодо Шеферге алғаш жолыққанымда мені өмірімді өзгертуге итермелейтін, шешім қабылдауға мәжбүрлейтін жағдай болды. Ол маған ойландыратын бірнеше сауал қойды. Біз біраз әңгімелестік. Содан соң ол, мен сіз неге әлі күнге дейін бай емессіз деп ойланып отырмын деп сұрады. Ол мен бай болғым келеді ме, немесе мен қалай бай болуды білемін деген сұрақтар қойған жоқ. Жоқ, ол неге мен әлі бай емес екенімді сұрады. Маған қойып отырған сұрақтарын кезінде өзіне ұстазы қойғандығын айтып өтті. Бұл сұрақтар келесідей. Егер сіз ойда жоқта жұмысыңыздан айырылсаңыз, кіріс көзінен бар ақшаңызбен қанша өмір сүре аласыз? Барлық ортақ шығынды есепке алыңыз. Тамақ, киім-кешек, коммуналдық қызмет, қажет сапарлар, тағы басқа. Сіздің шығарған қорытындыңыз сіздің қазіргі уақытқа дейінгі өміріңіздің нәтижесі. Егер бұл нәтиже сізді қуанта алмаса, демек сізге өміріңізге және кірісіңізді бөлуге деген көзқарасыңызды өзгерту қажет. Ақша, көлік, кілемдер, тұрмыстық техника сияқты заттарға қарағанда басқа сезімге бөлейді. Егер сізде ақша болмаса, сіз кілемдеріңізді сатуға бармайсыз. Бұл сіздің ойыңызға да келмейді. Ал егер ақшаңыз болса, сіз өзіңізді еркін әрі сенімді сезінесіз. Айтпақшы, бұл сұраққа көптеген адамның жауабы қуантарлық емес. Себебі адамдар ұзақ жылдар бойы жұмыс істей келе қартайған уақытында дымсыз қалып жатады. Мен әртүрлі мемлекеттерге сапар шегемін және ересек жастағы шәкірттерім немерелеріне көмектесе алып, өздері де ғанибет алып өмір сүретіндей білім беремін. Менің ұстазым, мен алғашқы қадамнан бастадым және өз өмірімде жоғары деңгейге жеттім. Мен сенің жоқтан бастауыңды қаламаймын. Одан да менің білімімді, тәжірибемді ал да қолдан. Жоғарырақ деңгейден баста. Менің деңгейімде тоқтама, ары қарай жылжы. Өмір әрқашан қызық әрі мазмұнды болуы тиіс деген болатын. Сіз ақшаны жеткілікті дәрежеде жинайсыз ба? Сіздің ойыңызша, сіз одан да көбірек жинай аласыз ба? Егер сіз жинаған ақшаңыз болашағыңызды қамтамасыз етуге жетерлік деп есептесеңіз, онда мақұлдап жауап беріңіз. Егер сіз аз жинадым деп есептесеңіз, немесе мүлдем жинамаған болсаңыз, жоқ деп жауап беріңіз. Қандай жағдай болмасын, сіз өзіңіздің қаржылық жағдайыңыз жөнінде ойлануыңыз қажет. Сізде қаржылық жоспар бар ма? Көпшілік жетістіктің негізі жақсы қаржылық жоспар деп есептейді. Егер жоспарыңыз болса, жақсы. Менде қаржылық жоспар болған. Алайда бұл ақшаны жұмсауға байланысты жоспар еді. Менің ақшам әлі болған жоқ. Бірақ мен не сатып алу қажеттігін алдын ала жоспарлап қойдым. Жоспарым келесідей еді. Мерзімі, не сатып алу, қайда жұмсау. Менің үйімде жаңа кір жуатын машине, жаңа газ колонкасы, тон, люстра болған мен мақтан тұттым. Менде ақша әлі болмады, бірақ мен оны қалай жұмсайтынымды білдім. Мен бұны жақсы қаржылық жоспар деп есептедім. Адамдардың көбісінде осындай жоспарлар бар. Халықтың 98% өз істерін осылай жоспарлайды. Бұдан кейін осы айда біраз ақша тапқан сияқты едім. Олар қайда ағып кетті деп таңданады. Мұның себебі
сіздің тек ақшаны жұмсау жөніндегі жоспар болды. Ал негізінде ақшаны көбейту, кірісті ұлғайту, қаражатты үнемдеу туралы жоспар қажет. Менің сенуімше 3-5 жыл ақшаңызды басқарып, шығынды шектей отырып өмір сүру, ал қалған өміріңіздің барлығын өз қалауыңызша сүрген артық. Бодо Шефер 5-6 жылда, көп дегенде 10 жылда сен қаржылық еркін адамға айналасың деген болатын. Ал мен бұған 3 жыл ішінде қол жеткіздім. Себебі мен маған берілгеннен немесе жоспарлағаннан 2 есе артық жасап отырдым. Және әрдайым Иса пайғамбардың айтқан мына сөздерін естен шығармадым. Мен басқа пайғамбар мен қасиеттілердің айтқанына қарсы емеспін. Бірақ мен олар айтқаннан 2 есе артық жасауым керек. Мен де солай істедім. Тапсырма берілгенде мен одан 2 есе артық жасадым. Кеңес алу үшін оқытушыға 1 рет келу керек десе, мен 2 рет бардым. Және осылардың барлығын маған 3 жыл ішінде мақсатыма жетуіме көмек берді. Осы қағиданы сіз есіңізде сақтаңыз. Ондай жағдайда сіздің барлық жоспарларыңыз орындалады. Бастысы, өзіңіздің тек жақсыға лайықты екендігіңізді білу. Адам өзін кім деп есептесе, сол болып табылады. Сіз өзіңізді кім деп есептесеңіз, айналадағылар да сізді солай қабылдайды. Өзіңізді қалай сезінсеңіз, айналадағылар да сізге сондай қатынаста болады. Өзіңізді салған салымыңыздың пайызына өмір сүріп жүрген уақытты елестете аласыз ба? Бұл ақша сізге қызмет істейтін уақыт. Ол кезде кіріс шығыстан артық болады және инвестициялау үшін бос қаражат қалады. Жауабын ойланып көріңіз және жағымды нұсқасын ойланып көріңіз. Қиялыңызды пайдаланыңыз және тек оң ойларды есте сақтауға тырысыңыз. Сіз өз еңбегіңізге лайық ақша аламын деп есептейсіз бе? Біреулер иә деп жауап берсе, біреулер одан артыққа лайықпыз деп есептейді. Бірақ ең бастысы, мұндай сауалдар сіздің ішкі жағдайыңызды мүлдем өзгертеді. Егер сіз шынымен қаласаңыз, өміріңізді жақсы жағына қарай өзгерте алу мүмкін деген үміт пайда болады. Егер сіз бұдан да көп ақша таба аламын десеңіз, орныңыздан тұрып, еңбек етіп ақша табыңыз. Бастысы, өзіңіз үшін өз мақсаттарыңызға жететіндігіңізді, жете алатындығыңызды, өзіңіз қалаған өмірде сүруге лайық екендігіңізді шешу. Бұл 5 негізгі сұрақ сізге өз жағдайыңызды түсінуге, өткеніңіз туралы ойлануға, қазіргіңізді түсінуге, болашақтағы басты мақсаттарыңызды анықтауға мүмкіндік береді. Сізге оңай болу үшін қосымша бірнеше сұраққа жауап беріп көріңіз. Егер сіз көбірек ақша тапсаңыз, сіздің өмір сүру деңгейіңіз жоғары болар ма еді? Егер сіз өз жұмысыңызды беріліп жасасаңыз, сіздің өміріңіз қандай болар еді? Сіздің өміріңіздің сапасы қазіргіден артық болар ма еді? Ендігі сізге өз жауаптарыңыз туралы ойланып шешім қабылдау қажет. Сіз өмірде өзіңіз үшін барлығы оңай болғанын қалайсыз ба? Жоқ, барлығы өте жақсы болу үшін тырысуыңыз. Оңай жол үлкен мақсаттарға жол ашпайды. Сізде қиын мәселелердің аз болғанын қалайсыз ба? Жоқ, одан да өз шеберлігіңізді шыңдай түсіңіз, мәселелер қалсын. Егер сіз шебер болсаңыз, бұл тек алдыңыздан шыққан күрделі мәселелердің шешілуі негізінде ғана мүмкіндік болады. Бұл мәселелер сізді сонша ақылға үйретеді. Әйеліңіз, күйеуіңіз, туыстарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңіз талапты азырақ қойғанын қалайсыз ба? Талаптардың аз болған әрине жақсы, алайда одан қорықпау керек. Алтын сынамасын жоғарылату үшін оны отқа күйдіреді. Бұл өмірдің заңы. Көп адамдар мұны біледі, алайда олардың өмірінде ештеңе өзгермейді. Олар ештеңе өзгерткісі келмейді, себебі олар кедейлікке үйреніп қалған, немесе олар кедейлікке мойынсұнып кеткен. Бай адам дегеніміз ақшаны өзіне жұмыс істете білген адам. Ол ақша үшін емес, ақша сол адамға жұмыс істейді. Мүмкіндіктеріңізді әрқашан ақшадан жоғары қойыңыз. Сонда ақша сізге өзі келіп қызмет ететін болады. Егер адам өз мүмкіндіктерін ақшадан төмен қойса, ақша сіздің не жеп, не киіп, демалысқа қайда баратыныңызды, жақындарыңызға не сыйлайтыныңызды анықтайтын болады. Өз өміріңіздің сапасын өзіңіз айқындау үшін мүмкіндіктеріңізді ақшадан жоғары қойыңыз. Ақша өмірдегі ең маңызды зат емес, алайда ол жетіспесе маңызды затқа айналады. Байлыққа апаратын 5 негізгі сұрақ. Ақшамен қандай қатынаста болу керек? Ақшаны қалай дұрыс жинау керек? Инвестициялау жолы қандай? Ақшаның рахатын қалай көруге болады? Қалай көп ақша табуға болады? Бұл жауабын әрбір адам білуі тиіс 5 сұрақ. Есіңізге сақтаңыз, бай адам болу үшін алдымен аз ақшаны басқара білу қажет және бай адамдар секілді ойлай білу керек.
Адамдар алдымен ақылды, содан соң бай болады. Бай адамдар ақша үшін емес, шеберлік үшін, шыңдалу үшін жұмыс істейді. Өз істерінің шебері болғаннан кейін өз жұмыстарынан рахат алады. Себебі оларда өз істеріне деген құштарлық пайда болады. Өз істерінен тек шебер адамдар ғана ғанибет ала алады. Тіпті өлім бізден нені тартып ала алмайтынын білесіз бе? Бізбен не мәңгілік қалады? Бұл біздің шеберлігіміз, біздің қабілетіміз. Олар бізбен мәңгілік бірге. Сондықтан егер бай адамның байлығын тартып алса, бірнеше жылдан кейін ол қайтадан байып кетеді. Себебі өз байлығынан айырылса да, ол өз білімін, ойлау қабілетін, шеберлігін, яғни оны бай адам қылған барлық қасиеттерін өзінде сақтайды. Осыған байланысты ежелгі грек философы Биант жөнінде өнегелі әңгіме бар. Парсы патшасы Кир Иянадағы Приена қаласын басып алғанда, тұрғында өзінің ең қымбат заттарын алып қаладан кете бастады. Бірақ Биант ғана ештеңе алмасынан шықты. Оның бұл ісіне таңданған қала тұрғындары Бианттан неге құр қол шыққандығы жөнінде сұрай бастайды. Оған философ былай деп жауап берді: менікінің барлығы өзіммен. Бұл арқылы ол өзіндегі білімнің материалдық құндылықтардан артық екендігін жеткізген болатын. Шындығында да біраз уақыт өткеннен кейін көптеген қала тұрғындары бар заттарынан айырылып нанға қалай ақша табу жолын білмей жүрді. Ал Биант болса, 7 данышпанның бірі бола отырып, адамдарға білім беріп, одан түскен ақшамен тіпті басқа тұрғындармен бөлісіп отырды. Оның айтқан сөздері қанатты сөздерге айналды. Бірақ өмір көп қырлы. Сондықтан ақшаны сізді қоршап тұрған ортамен байланыссыз бөлек қарастыруға болмайды. Алдымен сізге неліктен бай болғыңыз келеді, соның себебін білу керек. Егер күніне 1000 рет мен бай болғым келеді, мен баймын, мен өте баймын деп айтсаңыз, сіз бай боласыз ба? Ақша байлықтың көзі емес. Түрінен қуаныш пен бақыт нышаны байқалмайтын бай адамдар да бар. Сіз неге бай болғыңыз келеді деген сұрақ жауап іздеп көріңізші. Себеп болуы керек. Осы себеп өміріңіздің мақсатымен байланыста болады. Менің сауалыма жазбаша түрде жауап беруге болады. Бірақ кімнің бай болғысы келмейді, барлығы қалайды деген қарабая тіркестер жазбаңыз. Ол себеп сіздің ішкі бағытыңызды, сіздің армандарыңызды, сіздің өмірге деген көзқарасыңызды көрсетуі тиіс. Ол құрдастарыңыздың көзқарастары емес, тек сіздікі болуы тиіс. Ақшамен қандай қатынаста болуы керек? Сіздің ақшаға деген көзқарасыңыз. Ақшаны бөлек қарастыруға болмайды. Сіз не үшін бай болғыңыз келеді? Сізге себеп қажет. Енді бірінші сұраққа жауап беріп көріңіз. Сіз ақшаға қалай қарайсыз? Ақша сізге тіршілік ету үшін қажет пе, әлде жақсы өмір сүру құралы ма? Ақша адамды бұзады ма, әлде ақшаның болмау кесірінен отбасылы не бақытты бола алмадыңыз ба? Әркімнің өз көзқарасы бар. Есіңізге түсіріп көріңіз, бала күнімізде қандай әңгімелер еститін едік. Ақша адамды бұзады, кішкентай балаларға ақша беруге болмайды. Сіз бай адамның рақымды болған туралы фильм көрдіңіз бе? Біз бай адамдар жоқ қоғамдық құрылыста өсіп ер жеттік. Кейбір адамдар басқаларының жағдайы сәл жақсырақ болды, бірақ бай болмады. Барлығы көп ақшалы болудан қорықты. Егер сізде 2 велосипед, әдемі көлік және шатырыңыз басқалардан биік болса, бұл сырттай мінеушілікке себеп болатын. Қазіргі жастарда өмірге жаңа көзқарас қалыптасқан, алайда буындағы едәуір адамдар әлі де бұрынғы көзқарасты ұстануда. Заман өзгерді, алайда көп адамдардың санасы әлі де жаңа өмір тәртібіне үйрене қойған жоқ. Сондықтан олар, мен көп ақшаны не қыламын, жанұяда тыныштық болса, ұрыс-керіс болмаса, балалардың дені сау болса болды деп ойлайды. Үлкен ақша мұндай отбасыларға бақытсыздық алып келуі мүмкін, себебі бай отбасыларда барлығы жақсы болмайды деген мысалдарға сенеді. Жиі мұндай ақпараттар біздің еркімізге қарамастан саналы деңгейде жұмыс істейді. Кей кездері біз бай болғымыз келеді, бірақ өзіміз байқамастан ақшаны алыстатамыз. Діни адам былай ойлауы мүмкін: көп ақшаның салдарынан жұмаққа түсе алмаймын, мен бай болмасам да жақсы да адал адаммын. Бай адамдарға қараңызшы, олар саясатқа араласады, заңды бұзады, адамдарды алдайды. Бұл қате түсінік. Әлемде бай және адал адамдар көп. Сіз де өзіңіз армандаған жоғары дәулеттілікке лайықсыз. Сіздің әр қолыңызда 5 саусақ бар. Сіздің бір саусағыңыз басқасынан қажеттірек деп ойламайсыз ғой. Барлық саусақтарыңыздың маңыздылығы бірдей. Енді саусақтарымызды біртіндеп бүге отырып, әр адам үшін маңызды заттарды талқылайық.
Бірінші саусақ – сіздің отбасыңыз, отбасылық тыныштығыңыз. Сіздің жанұяңыз қамсыз болуы тиіс. Болмаған жағдайда сіз тыныш өмір сүріп, жұмыс істей алмайсыз. Екінші саусағыңыз – денсаулығыңыз. Бұл жерде артық түсіндірудің қажеті жоқ. Үшінші саусақ – бұл ақша. Ақша отбасы мен денсаулық тәрізді маңыздылыққа ие. Кей адамдар алдымен ақша табу үшін денсаулығын құртады, ал сосын денсаулығын қалпына келтіру үшін тапқан ақшасын жұмсайды. Осылайша өмір өтеді. Төртінші саусақ – бұл өз-өзіңді сезіне білу. Өз-өзіңізді сезіне білу – бұл өзіңізді өмірде кім ретінде сезіну жолы. Әдетте бұл жағдайға ешкім көңіл аудармайды, сондықтан көңіл күйде де, жұмыста да өзгерістер болып тұрады. Өзіңізді жақсы сезіну үшін өмірде өзіңізді кім деп ойлайтыныңыз, кім деп көретіңіз, кім деп сезінетіңізді анықтап алу қажет. Сонда әр күніңіз нәтижелі болатыны анық. Егер адамның көңіл күйі жақсы болса, жұмысы да өнімді болады. Ал егер жұмысы жақсы жүрсе, демек жұбайы да, балалар да риза болады. Бесінші саусағыңыз – бұл өміріңіздің мақсаты. Барлық айтылған заттардың маңыздылығы бірдей. Алдымен қызмет, содан кейін ғана тұрмысқа шығу немесе үйленуге болады деп есептейтін адамдар бар. Немесе алдымен ақша табу керек, қалғаны содан соң белгілі болады. Бұл көзқарас дұрыс емес. Өмірдің барлық саласы бірдей маңызды. Өмірді кейінге қалдыруға болмайды. Энергияның 4 түрі: дене, сана, жан, рух. Сыртқы және ішкі энергияның 4 түрінің гармониясы сізді жетістікке жеткізеді. Біріншісі – дене. Сіз спортпен шұғылданып, дене бітіміңіз жақсы болса, сәйкесінше өзіңізге сенімді адам боласыз. Физикалық дамуды елемейтіндер осы әрекетімен адамда балалық шағынан бастап қалыптасқан дене мен сананың үйлесімін бұзады. Енді жүріп үйренген бала тоқтамай қимылдайды, жүгіреді, секіреді, домаланады, ағашқа шығады. Осы арқылы ол өз ақыл-парасатының дамуын қамтамасыз етеді. Дене шынықтыру жаттығулары адам миының белсенділігіне ықпал ететіндігі бұрыннан бері дәлелденген жағдай. Кез келген спорт жаттығулары және ең қарапайымдары да ойлау үрдісін ынталандырады. Сондықтан көп адамдар жаяу жүру кезінде жақсы ойланады. Сіздің рухани жағдайыңыз тікелей дене жағдайыңызбен байланысты. Екінші – сана. Сіздің санаңыздың мүмкіндіктері шексіз. Өзіңіздің есте сақтау қабілетіңізді, ойлау қабілетіңізді, интеллектуалды қабілеттілігіңізді арттырып отырыңыз. Сіздің санаңыз ең батыл армандарыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Сіздің қабілетіңіз, мүмкіндіктеріңізді, соның ішінде қызметтік мүмкіндіктеріңізді анықтайтын құрал екенін есіңізден шығармаңыз. Үшінші – жан. Барлық ата-аналар өз балаларын жақсы көреді және оларға білім беру үшін жұмыс істеп ақша табуға тырысады. Жалпы қарағанда, оларға жұмыс емес, балаларының білім алуы керек. Бұл ата-ананың махаббаты. Оларды бала емес, махаббат жұмыс істеуге итермелейді. Бір қызығы, ата-аналар дарынды балаларды қаттырақ жақсы көреді. Егер ер адам әйел адамды жақсы көрсе, ол өз махаббат үшін өмірін қиюға дайын болады. Оның қалағанының барлығын жасайды. Бұл махаббаттың күші болып табылады. Адам сүйген кезде тауды да қопаруға дайын болады. Жанның мұндай жағдайы шабыттану, кез келген істе таңғаларлық нәтижеге жетуге мүмкіндік береді. Қиын кезеңдерде, ауыспалы уақыттарды ер адамдармен салыстырғанда әйелдер жылдам өзгеріп бейімделеді. Өзгеріп бейімделуге аналық сезім ықпал етеді. Әйелдермен салыстырғанда ер адамдар парасаттырақ болып, баяғыда естіп қабылдаған ескі ақпаратты қолданып торығуға тап болады. Және бұл мүмкін емес, мұндай жағдай ешқашан болмаған деп ойлайды. Ер адамдар үйреніп болғанша әйелдер едәуір жетістіктерге қол жеткізеді. Тіпті ер адамдар да белгілі жетістіктерге жетеді. Әдетте бұл қасында жігерлендіретін әйелдің болуына байланысты. Әйел тек қымбаттым, қалай ойлайсың, мүмкін былай жасармыз деп ұсыныс жасай алады. Әйел адам ой тастайды, ал ол ойланып, саралап, солай жасау мүмкіндігін қарастырады. Ал содан соң әрине барлығына өзі жеткендей кейіп танытады. Бір құпия бар. Жетістікке жеткен кез келген ер адам біреу көмектескен жағдайда да барлығын өзім жасадым деп айтады. Кез келген жетістікті ол өз жетістігім деп есептейді. Оған қуанады және оған сенімділік береді. Ал егер әйел адам жетістікке жетсе, ол мұны жай ғана кездейсоқтық деп есептейді. Төртінші – рух. Рух үш қуаттың үйлесімі нәтижесінде пайда болады. Кей адамдар
Мен рухани жағынан дамып жетіліп жатырмын дейді. Маған ақшаның не керегі бар? Материалды жағдай мені қызықтырмайды, мен оның барлығынан жоғарымын. Бірақ үйді қалай іргетассыз салуға болады? Іргетас қажет. Мұнда да дәл осындай жағдай. Дене бітімің сау болмаса, рухани да дами алмайсың. Сіздің денеңіз физикалық объект, оның өзінің қажеттіліктері бар. Сіздің рухани жағдайыңыз көбінесе сіздің физикалық жағдайыңызға байланысты. Дені саудың жаны сау деген халық даналығы бекер айтылмаған. Рух күштілігі сіздің барлығын ойланып, шешім қабылдаған кезде білінеді. Сіз кедергілерге қарамастан жеңісті көксейсіз. Сіздің болашағыңыз рухани күштілігіңізге тәуелді болып табылады. 4 сыртқы энергия 4 ішкі энергияны тартады. Біріншісі ақша. Сіз көп ақша тапқан сайын өзіңізді жақсы сезінесіз және өзіңізді қайырымды сезінесіз. Алайда қайырымдылықты да түрі болады. Сіздіктен туындаған қайырымдылық пен күштің негізінде пайда болған қайырымдылық. Адамдар байлықты әртүрлі қабылдайды. Біреулері ақша пайда болғанда тәкаппар және басқаша амандасатын, тіпті кейде амандаспайды, басқа адамдарды елемей кетеді. Ол өзін маңызды сезініп, басқаларға жоғарыдан қарап, ылғи жұмысбастылыққа жүгініп, жиналыстар туралы айтып, туыстармен араласпай, тіпті маңызды іс-шараларға шақырса да бармайтын болып кетеді. Ол қырсық қазымы мінегіш болып кетеді. Оған тіпті тамақ ұсынған ыдыс немесе оған деген ықылас ұнамай отырады. Себебі оның қайырымдылығы әлсіздігінен болып табылады. Егер ондай адамның ақшасы одан сайын көбейсе, ол өзін жоғалтып алады, шынайы өмірмен байланысын жоғалтады. Әлсіздіктен туындаған қайырымдылық барлығынан көрініс табады. Сіз ақша жинайсыз ба? Біреулер былай деуі мүмкін. Егер мен көп ақша тапсам, жинайтын едім. Алайда бұл жалған. Көп деген ұғым сізді өзгерте алмайды. Егер сіздің қайырымдылығыңыз әлсіздіктен туындап отырса, ақша көбейген сайын сіздің әлсіздігіңіз арта түседі. Егер сіз ішімдікке бейім болсаңыз, одан көп іше бастайсыз. Егер сіз дүкенге баруды жақсы көрсеңіз, ертеден кешке дейін дүкен аралайтын боласыз. Егер саясатқа қызықсаңыз, билікке жету үшін ақша жұмсайсыз. Ақша электр қуатын бөлетін генератор тәрізді. Үйді жарықтандыруға, үй жұмыстарын бітіруге, тамақ пісіруге мүмкіндік береді. Алайда, егер қауіпсіздік ережелерін білмесе, қарапайым заттардың өз қауіпті болуы мүмкін. Егер сіздің жұбайыңыз сізге түрлі жағдайларға байланысты, тіпті мардымсыз заттарға қатысты болсын, жиі наразылық білдіріп, талап қоятын болса, сіз оның еркініне көніп мақұлдайсыз. Алайда, неге екені белгісіз талап көбейе түседі. Немесе сіз әрдайым ұрсып, ызыңдап отыратын адаммен жұмыс істеп отырсыз. Және сіз не істесеңіз де, қалай тырыссаңыз да, оның көңілінен шықпайсыз. Ол ызыңдауын тоқтатпайды. Себебі көп деген ұғым әдетті өзгертпейді, мінезге ықпал ете алмайды. Ақша сізге пайдасын тигізіп, бақытқа бөлеу үшін сізге кей заттарды білу керек. Қайырымдылық күштіліктен туындауы тиіс. Күшті болғанына байланысты қайырымды адамдар бар. Олар бай болған сайын бұдан да қайырымды бола түседі. Әдетте өз күшімен барлығына жеткен бай адамдар шын мәнінде өте қайырымды болып табылады. Олар біреуге қолдау көрсетуді, біреуге шынымен көмектесуді армандайды. Олар өз білімдерін үйрету үшін жақсы шәкірт тапқысы келеді. Себебі олардың қайырымдылығы күштілігінен туындаған. Сондықтан өзіңізді басынан бастап өзгертіңіз. Қайырымдылығыңыз күштілігіңізден туындасын. Жетістіктің 5 түрлі деңгейі. Қолға алынған істер, техника, мойындау, ұпай, өз-өзіңді жаңадан тану. Қолға алынатын істер. Сіз өз өміріңізде белгілі істерді қолға алатындығыңызбен келісесіз. Сіздің іс-әрекеттеріңіздің нәтижесі ол сіздің жеткен жетістігіңіз. Сіздің бүгінгі өмір сүру деңгейіңіз бұл сіздің кешегі ойларыңыз, кешегі армандарыңыз. Егер сіз өз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, сізге кешегі жасағаныңыздан, кешегіден көбірек зат жасауыңыз қажет. Алайда сіз, мен көп іс істедім, бірақ ештеңе өзгерген жоқ деуіңіз мүмкін. Бұл олай емес. Құмырсқаны қараңыз, ол ешқашан тоқтамайды. Оны кедергіге толы жолдар тоқтатпайды. Ол ылғи да шешім іздейді де табады. Оның табандылығы, мақсаттылығы және еңбекқорлығына қызыға қарауға болады. Үшін өтілмейтін қамал мен жете алмайтын мақсат жоқ. Кейбір адамдар өз армандарынан бірнеше қадам ғана қалғанда бас тартады. Себебі оларда табандылық, қажырлық, ерік пен өзіне деген сенімділік жетіспейді. Техника. Бұл бағытты таңдау.
Сізге көп уақытты босқа кетірмеу үшін техниканы білу қажет. Мектепті бітірген соң әдетте адамдар өзіне мамандық таңдайды. Біреулер инженер, біреулер педагог, біреулер заңгер болады. Бұл техника. Сіздің мамандығыңыз сіздің таңдауыңыз. Кәсіпкерлік саласында техника сіз таңдаған сала. Өзіңізге жақын саланы таңдаңыз. Мойындау. Көп адамдар 3-ші деңгейге дейін ғана көтеріледі. Мысалы, сіз өзіңізге мен жақсы қызметкер, жақсы адаммын деп айтасыз. Мен сыйластық пен мойындауға лайықпын. Менің балаларым мені жақсы көреді. Ата-анам, туыстарым, достарым, жақындарым мен туралы тек жақсы заттар айтады. Қызметтестерім сыйлайды. Осылай өзімізді жұбатамыз. Біз барлығымыз 3 деңгейден өтеміз де, осы 3-ші деңгейде көпшілігі тоқтап қалады. Олар тіпті 4-ші деңгейге көтерілуге тырыспайды да тоқтап қалады. Олар армандаудан бас тартқандай тырысуды тоқтатады. Әдетте адамдар былай ойлайды: мен қызметімді жасадым, сыйлауға, мойындауға лайық болдым. Менде ақша бар, жұмыс бар, жақсы отбасым бар, балаларым тоқ, киімім бүтін. Барлығы жақсы, барлығы дұрыс. Осы жағдайда ол баспалдақпен жоғары көтерілуден бас тартып, орташа жетістік деңгейіне разылық танытады. Маған келген адамдар былай дейді: менің 20 жылдық жұмыс өтілім бар. Мен былай деп жауап беремін: жоқ, сіздің жұмыс өтіліңіз 1 жыл ғана. Сіз оны тек 20 жыл қайталадыңыз. Себебі тәжірибе жинауға тек 1 жыл уақыт кетеді де, қалған жылдары қайталау болады. 3-ші деңгейде тоқтаған кезде адамдар өздерінің бастапқы арман мақсаттарын ұмытып, ары қарай жалғастырғысы келмейді. Одан жоғары 4-ші деңгей бар емес пе? Егер сіз соған көтерілсеңіз, 5-ші деңгейге де жете аласыз. 4-ші деңгейде ештеңе өзгермейді. Бұл өтпелі деңгей. Өзгеріс тек 5-ші деңгейде болады. Жарты жолда тоқтамаңыз. Батылыңызды жинап 4-ші деңгейге өтіңіз. Өз мақсатыңызға батыл түрде ұмтылыңыз. Көзілдірік. Қалай айтқанда да 4-ші деңгей өте маңызды. Бодо Шеффер оны адамның ойлау деңгейін меңзей отырып көзілдірік деп атайды. Көзілдірікті болу дегеніміз мына өмірге өз көзқарасымен қарау, көптеген екінші саптағы заттардың маңыздылығын көре білу. Мысалы, біз әйелімізге қарап мынадай ойға келеміз: сәл ғана тіл алғыш болса ғой, немесе күйеуімізге қарап, ол жақсы, бірақ сәл ғана ақылдырақ болса, одан күшті болар еді деп ойлаймыз. Өз көзілдірігіміз арқылы қарағанда біз көп затты ойымыздан шығарып аламыз. Жиі шындықты көре бермейміз. Бізге дұрыс өмір сүру керек. Егер адамның көзілдірігі жаман болса, ол байлық дегеннің не екендігін, оның мағынасын түсінбейді. Ауқаттылықтың мағынасын түсінуге көмектесетін дұрыс көзілдірік қажет. Бай болған әлде қайда жақсы. Сіз кедей адамды тамақтандыра аласыз, жолаушыны қонақ ете аласыз, қарт адамдарға көмек бере аласыз, мүмкіндігі жоқ, бірақ жақсы оқитын студент үшін оқудың ақшасын төлеп бере аласыз, ауру балаларға көмектесе аласыз. Әлемде 3 миллиард адам күніне $1 өмір сүреді. 2 миллиард адам оқып жаза алмайды, 1 миллиард адамның қарны аш. Олармен салыстырғанда біздің тұрмысымыз әлде қайда жақсы. Бірақ есімізге алайық, қиналған шақта бізге қолдау көрсеткен адамдар болды. Сондықтан біз айналамыздағы адамдарды қолдап көмектесуге міндеттіміз. Әлемде мұқтаж адамдар өте көп, тіпті біздің жақындарымыздың арасынан да табылады. Сіз: менің көмегім не болады, олар тым көп деп ойлауыңыз мүмкін. Оған мен мына нақыл айту арқылы жауап беремін. Бір күні демалушы жағажайда демалып жүреді. Теңіз ылғалды, құм, жел батып бара жатқан күн. Қандай сұлулық! Кенеттен алыстан бір адамды көреді. Ол еңкейіп қолына бір зат алып суға лақтырды. Содан соң қайта еңкейді. Ер адам жақындап барғанда оның жағаға шайылып шығып қалған теңіз жұлдыздарын қайта теңізге лақтырып жатқандығын көреді. Ол таңданып сұрайды: қайырлы кеш, немен айналысып отырсыз? Мен теңіз жұлдыздарын тіршілік ету ортасына қайтарып жатырмын. Қазір судың көтерілуі тым баяу, сондықтан жұлдыздардың барлығы жағада қалып қойып жатыр. Егер оларды қайта теңізге лақтырмаса, олар өледі. Түсініп отырмын, алайда жағажайда ондай жұлдыздардың мыңдағаны бар ғой. Олардың барлығын қайтару мүмкін емес, олар тым көп. Жағадағы 100 жағажайда да осы жағдай емес пе? Сіз ештеңе өзгерте алмайтыныңызды түсінбейсіз бе? Әлгі адам күліп, тағы да еңкейіп, тағы бір теңіз жұлдызын қолына алып былай деп жауап береді: мынау үшін бірдеңе өзгереді. Бір күні мен бір жігіттен қанша ақша табасың деп сұрадым. Ол $300 деп жауап берді. Мен неге $2000 емес деп сұрадым.
Ол ойланып тұрып, осы уақытқа дейін оған ешкім мұндай сұрақ қоймағандығын, ешкім бұл туралы сөйлеспегендігін айтты. Біреу оған оның мүмкіндіктері туралы айтуға, оның одан көп ақша таба алатындығы туралы айтуға, өз күшіне сенімділік беруге міндетті секілді. Ал енді өзіңізден неге қазіргі уақытта тауып отырған ақшаңыздан көп таба алмайтындығыңыз жөнінде сұрап көріңіз. Жауабын қысқартып жазыңыз. Әдемі сөздер жазып ақталып шықтыңыз, солай ма? Маған осы сауалды қойғанда мен өз мемлекетімді, өзім жұмыс істейтін зауытты, барлық тәжіктерді кінәлап шықтым. Бұл шындық болатын, алайда мен қашып жүрген шындық болды. Бұл менің өмірде нені қалайтындығым жөнінде сауал болды. Міне, осы көзілдірік болып табылады. Ақталу сөздерін кез келген уақытта табуға болады. Алайда сіз ылғи ақталуды қажет ететін жағдайда болғыңыз келеді ме? Ешқандай ақталу нәтижені алмастырмайды. Барлығын өзгертіп, мақсатына қол жеткізіп, армандарыңды жүзеге асырған жақсы емес пе? Кей кездері шешім біз ойлаған жерде болмайды. Сыртқы жағдайлар алдамшы болады. Және бір қалыпты күндерде бір маңызды заттардан байқамай қалып жатамыз. Ойлаңыз, егер сіз бай болсаңыз, атақты суретшілер салған суреттерін сатып ала аласыз. Сіз кез келген музыканы тыңдап, армандаған көлігіңіз бен тұрмыстық техниканы ала аласыз. Ал дүкенге кіргенде баға туралы ойламасаңыз да болады. Міне, осы қаржылық еркіндік деп аталады. Барлығымыз да жоғары затқа лайықпыз және оған қол жеткізе аламыз. 4-ші деңгей дұрыс көзілдірік табу кезеңі. Бұл деңгей қиын әрі өзіндік ерекшеліктері бар. Алдымен бақылаушы, оқушы болыңыз. Кейде оқушы болғаннан ұстаз болған оңай болады. Мынадай әңгіме бар. Шәкірт өз ұстазына келіп, мен өмірдің сырын түсінгім келеді және мұны сізден үйрене аламын. Ұстаз оған өзі туралы айтып беруін сұрайды. Шәкірт оған қайда оқығандығы, қандай жетістікке жеткендігі, қандай тәжірибе алғандығы туралы айтып, бірнеше мысалдар келтірді. Ал кейін ұстаз оған білім бере бастағанда мынаны байқап айтады. Ұстаз, былай болғанда мынау дұрыс болар еді. Келесі сабақта ол неге былай көрмеске, одан кейінгі сабақта біз бұны басқаша жасай аламыз ба дейді. Сонда ұстаз былай дейді. Көрдің бе, ұстаз болған оңай, ал шәкірт болған қиын. Көзілдірік кез келген жағдайдан жақсыны көре алатын, барлығы бағытта өмірдің барлық саласында оқып дами алатын оқушы шәкірт. Сіздің заттарға деген көзқарасыңыз немесе дұрыс көзілдірік. Бодо Шефердің американдық оратор Стивен Кови туралы бір әңгімесін айтып берейін. Ол бүкіл мемлекетті өз қойылымдарымен аралап жүрді және оны көруге ылғи көп халық жиналатын. Бір күні Кови басқа қалаға пойызбен бара жатты. Бір аялдамада 3 баласы бар ер адам мінеді. Ер адам отырып алып, терезеден ауысып өтіп жатқан жағдайды, пейзажды, табиғатты тамашалайды. Алайда балалар өздерін жақсы ұстамады. Олар вагонда жүгіріп, айқайлап, басқа жолаушылардың мазасын алды. Ақырында балалардың бірі оратордың жанына жүгіріп келіп, аяғынан ұрып жіберді. Оратор тыныш қана орнынан тұрып, әкесінің жанына келді де сыпайы түрде: «Мырза, сіздің балаларыңыз мына вагондағылардың мазасын алып жатыр. Сіз оларға өздерін дұрыстау қажеттігін айта алмас па едіңіз?» деп сұрады. Одан кейін ол өзінің әдепті түрде ескерту айтқанына көңілі толы, байсалды түрде орнынан тұрды. Алайда кенеттен жағдай басқа бағытта өзгерді. Әкесі біраз уақыт ештеңе болмағандай терезеге қараумен отыра берді. Бірнеше минуттан соң ол Ковиге қарады да былай деді: «Менің балаларым, сіздің тыныштығыңызды алған үшін кешіріңіз. Біз ауруханадан келе жатырмыз. Олардың анасы о дүниелік болып кетті. Мен не істейтінімді білмеймін. Мүмкін олар осы арқылы өз қайғыларын жеңер». Американдық оратор осы кезде қандай күйде болды, қалай ойлайсыз? Ол бұл жағдайдың өміріндегі ең күшті сабақ болғандығы және оны ешқашан ұмытпайтынды туралы жазады. Біз өз күйеуіміздің барлық кемшіліктерінен оның артықшылығын көру үшін дұрыс өмір сүруіміз керек. Бізге әйелімізді барлық кемшіліктерінен оны жебеуші әйел бейнесін көру үшін дұрыс көзілдірік қажет. Бізге барлық кедергілер негізінде өз армандарыңыз бен мақсатымызды көру үшін дұрыс көзілдірік қажет. Кейде мағынаны жағымсыз заттардан көруге болады. Егер сіз осы 4-ші деңгейде болсаңыз, 5-шіге дайын болыңыз. Дәл сол 5-ші деңгейде өзгерістер болады. Өзіңе деген жаңа көзқарас пайда болады. Бұл нені білдіреді? Сіз осыны қайталап, оның мағынасын түсінуге тырысыңыз. Өзіңе деген жаңа көзқарас.
Біз армансыз адам жоқ әлемде өмір сүреміз. Түбінде барлығы бірдеңеге қол жеткізгісі келеді, бір жақсы іс істегісі келеді. Айналаңызға қараңыз. Бұл жағдайда барлығы ұқсас, алайда бізді әртүрлі ететін ерекше зат бар. Бұл өз арманымызға сене алу қабілеті мен өзімізді сырт көзбен қарай алу мүмкіндігі. Ұқсас мақсаттары бар екі адам бар деп ойлаңыз. Олардың біреуі қалағанына қол жеткізеді, ал екіншісі жеткізе алмайды. Неге? Ол бұған лайық емес пе? Ол армандамады ма? Бізді бір-бірімізден ерекше ететін не? Бұл біздің ішкі күйіміз, өзімізді жаңа деңгейде елестету. Егер сіз өзіңізге сырттан қарай алсаңыз, егер сіз өз өміріңізді өзгерте алсаңыз, армандарыңызды жүзеге асыра алсаңыз, сіздің жағдайыңыз ерекше болады. Іскер әйелге қараңызшы, ол қалай сөйлейді, телефонмен қалай сөйлеседі, қалай жүреді. Оның сыртқы тұрпаты ішкі күйін көрсетеді. Оптимистер қалай ойлайды, егер олар пойызға кешіксе, келесі пойызға ерте келдік деп ойлайды. Іскер адамдардың ерекше қасиеті болады. Бұл өзіңді қажет деңгейде көре білу, өзіңді дәулетті сезіну, жеңімпаз ретінде сезіну. Байлықтың нышаны. Әрбір діннің өз нышаны, әр мемлекеттің өз туы мен елтаңбасы бар екендігін білесіз бе? Қалай ойлайсыз, олар не үшін керек? Нышан күш береді. Егер сіз үйіңізден ата-әжелеріңіздің киімін тауып алсаңыз, ол сіз үшін өте қымбат болады. Себебі ол өткеннің нышаны болып табылады. Осы сияқты байлықтың да өз нышаны бар. Егер сіз бір коммерциялық компанияға келсеңіз, кіре берісте оның қызметі мен жетістіктерін сипаттайтын нышанды көресіз. Және сіз сол компанияға сене бастайсыз. Байлықтың нышаны да бізге бұл сияқты сенімділік пен күш береді. Егер сіз храмға барып жаңа иконаның алдына тұрып, сәлден соң ескісіне табынсаңыз, әртүрлі сезімде боласыз. Ескі икона өткен буынның арман мүддесін, сезімін өзіне сіңіріп алғандай бізді ерекше күйге түсіріп, қайырымы мен көзімізге жас ұялатады. Сіздің қандай дінді ұстанатыныңыз маңызды емес. Ескі храмға барып көріңіз. Мен Меккеде болғанда айтып жеткізе алмайтын сезімде болдым. Мен бір қарапайым тас көрдім, алайда оның бір ерекшелігі болды. Ол уақытқа тәуелсіз, көзбен көру мүмкін емес ерекшелік. Бұл ғасырлар бойы мыңдаған, миллиондаған адамдар күш салған ерекше зат. Сен сол жерде болсаң да, сенің денең өзіңе бағынышты болмайды. Және сен оны сезінбейсің. Өзіңді басқа әлемде жүргендей сезінесің. Сенде ешқандай ой болмайды. Сен жай ғана қарап тұрғанның өзінде көзіңнен моншақтап жасаға береді. Сен не үшін жылап жатқаныңды білмейсің. Міне, сондықтан біз үшін нышан белгінің маңызы зор. Сіз өзіңіз үшін байлықтың нышанын ойлап тауып дизайн жасай аласыз. Бұл нышан сіз жүрген барлық жерде болуы тиіс. Сіздің ұйықтайтын бөлмеңізде, жұмыс істейтін жеріңізде, барлық жерде сізбен бірге болуы керек. Сіз қиын жағдайда болғанда, шаршағанда, торыққанда, байлықтың нышанына қараңыз. Сол кезде оның сізді энергия мен күшке бөлейтінін байқайсыз. Бұл сезімді түсіндіру мүмкін емес. Ақшамен жасалынатын жаттығулар. Бір жаттығуды қолданып көріңіз. Қазіргі кездегі қолыңызда барлық қаражатты қолыңызға алып, қайда барсаңыз да оларды әрқашан өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Бұл 200-500 мың доллар көлеміндегі ақша болуы мүмкін. Сіз әрқашан өзіңізбен бірге қомақты ақша алып жүруге үйренуіңіз керек. Және ол ақшаларды жоғалтып, ұрлатып немесе жұмсап қоюдан қауіптенбеуіңіз керек. Біріншіден, бұл сіздің сенімділігіңізді арттырады. Екіншіден, сіз ақшаңызға мұқият болуға, оны жұмсағыңыз келгенде өз-өзіңізді ұстауға үйренесіз. Онсыз қомақты көлемдегі ақшалармен жұмыс істеуде мүмкін болмайды. Мен мұның барлығына тәжірибе арқылы үйрендім. Қатыгез өмір мектебінен өттім. Вокзалда түнеп аш жүруге тура келді. Сөйте тұра, барлық тапқан ақшамды оқуыма төледім. Кейіннен сол алған білімім көтеріліп, қаржыға тәуелді емес адам болуыма көмектесті. Бірінші рет мен Мәскеуге жай демалып, қаланы қызыл алаңды көруге келгенмін. Менің ақшам таусылғанда үйге қайтуым керек болды. Жолсерікке өзімнің жағдайымды түсіндіріп, куәлігімді кепілге беріп, мені ақшасыз алуға көндіріп көрдім, бірақ ол бас тартты. Қазір мен ол жолсеріктің қажымайтындығына ризашылығымды білдіремін. Егер мен сол кезде кетіп қалған болсам, онда бәрі басқаша болатын еді. Вокзалдан менімен бір адам сөйлесті. Ол адамға өзімнің жағдайымды түсіндіруге тура келді. Мәскеуге келіп, өзімнің барлық ақшамды жұмсап, енді үйге қайта алмай отырғанымды айттым.
Ол қарқылдап күлді де, басқа мемлекеттегі көп адамдар мұнда ақшасы келіп, күнкөрісті қаржы тауып, үйлеріне ақшамен оралады деді. Сен ақшамен келдің ғой, бірақ ақшасы кеткің келеді, алайда ол сенің қолыңнан келмеді. Керең болмай, қажет сөздерді есту өте маңызды. Құдай міндетті түрде біреу арқылы не істеуің керек екенін айтады. Ықыласты болыңыз. Мен кез келген жұмысты істеуге дайын екенімді айттым. Бірақ жұмысты қайдан табуға болады? Ол тағы да қарқылдап күлді де. Мәскеу үлкен қала, мұнда жұмыс істеу үшін бұрынғы КСРО құрамындағы болған мемлекеттерді санамағанда ауғанстандықтар, вьетнамдықтар, кәрістер, қытайлар көп келеді. Сен бұл жерден жұмыс таба алмаймын деп ойлайсың ба? Бұл жалған. Мен сол кезде ойланып, бұл сөздердің әділдігін түсіндім. Сол кезде мен өзіме қомақты ақша таппайынша үйге оралмаймын деп ант бердім. Өзіме сай жұмысты мен тез тауып алдым да белсенді түрде жұмыс істеуге кірістім. Көбірек ақша табу үшін ақшаларымды барынша үнемдедім. Ақша жинадым, бірақ жиналған ақшаның көп бөлігін милиционерлер менің заңсыз жұмыс істеуіме байланысты тартып алды. Менде өте аз ақша қалды. Шағымданатын ешкім болмады және мұның мәнісі қанша? Барлығын басынан бастауға тура келді. Жұмыс іздеп, үнемдеп ақша жинадым, бірақ бұл жағдай қайталана берді. Өте ренішті жағдай болды. Мен не істерімді білмедім. Сол кезде бірнеше рет тәртіп сақшылары тартып алған ақша көлемі қомақты болатын. Тағы бір осындай жағдайдан кейін менде мүлде ақша қалмады және өзімде қажыдым. Барар жерім болған жоқ. Таң ата метроға мініп, Киев вокзалы бағытына жол тарттым. Бір станциядан түсіп, Москва-река бойындағы саябаққа жетіп, орындыққа отырып Құдайға жалбарындым. Құдайым, неге мен сияқты еңбекқор адам адал түрде еңбек етіп, өзі қалаған өмірін сүре алмайды? Бұл әділетсіздік. Мен жалбарынып жылап отырдым. Дәл сол уақытта менің өмірге деген көзқарасым, дүниетаным өзгере бастады. Бұл нұрға бөленумен тең еді. Мен өз-өзіме қарадым. Аяқ киімім су, киімім кір, жуынбаған, қырынбағанмын. Ақша тауып үйіме қайту үшін 3 ай бойы жұмыс істеп далада тұрдым. Мен осындай өмір туралы армандап едім. Осы сәтте Құдай мені естігендей болып, мен өзімнің ішкі даусымды тыңдадым. Сенде ақша болды, бірақ сен оны басқара алмадың. Сен оны ақылмен жұмсап, жақсы өмір сүруің болар еді. Алайда олай істемедің. Сен білім алуды армандадың, бірақ тек оқымай ғана қоймай, өзіңді өзің жәбірлегендей жұмыс істедің. Сондықтан мен сенің ақшаңды тартып алдым. Осы кезде мен адамдар 18-20 сағат бойы жұмыс істеп, неліктен байымайтындықтарын түсіндім. Өзімнің күйеу баламды есіме алдым. Ол көп жұмыс істейтін, жарық түсе тұрып барлығынан кеш ұйықтайды. Алайда оның өмірінде ештеңе өзгермейтін. Оның отбасында міндетті түрде біреу ауыратын. Егер адам өзін қорласа, Құдай оған байлық бермейді. Ақшасын ауру, инфляция, күтпеген жағдайлар арқылы алып отырады. Адам өзін қорламауы тиіс. Құдай ондай жағдайда бар заттың барлығын алып қояды. Жауап өзінен өзі келді. Барлығына өзім кінәлімін. Мен Мәскеуге келіп, жүк тасушы болып жұмыс істеуді армандаған ба едім? Жоқ. Мен әрқашан Мәскеуде білім алғым келді. Көп адамдар былай ойлайды. Уақытша осында жұмыс істей тұрайын, ал арманымды кейінге қалдыра тұрамын. Мен адамдардың неліктен кедей болып қалатынын түсіндім. Себебі олар дұрыс мақсат таңдайды да, алайда керісінше бағытпен жүреді. Біз бір маңызды затты түсінбейміз. Әрине, жетістікке жету үшін көп еңбек ету қажет. Жеңіс оңайлықпен берілмейді. Ағыспен жүзе беру әдетте өте оңай әрі жеңіл. Бірақ өз мақсатыңа жету үшін ештеңе істемесең, сен өте тез құрдымға кетесің. Сенің ісің өзіңді мақсатыңа жақындатпаса, неліктен ол жұмысты істеп жүрсің? Бұл арқылы сен бастапқы мақсатыңды ұмытасың, және ол уақыт өте келе тек сағымға айналып кетеді. Менің түсінгенім осы. Адамдардың көпшілігі бір нәрсені армандап басқа зат істейді, және уақыт өте келе қайтадан бастаған жеріне келеді. Егер сенің қазіргі істеп жүргенің сені байлыққа алып келмесе, демек таңдауды өзің жасадың. Сонда міне кедейлік тағдыр болады. Осымен бірге тағы бір нұрлы ой келді. Егер қол-аяғыңмен жанталасып жұмыс істесе бай боламын деп ойлайсың ба? Ауыр қара жұмыс істеп байыған адамды білесің бе? Жоқ, біреуін де білмейсің. Мен де өзіме ешқашан мұндай жұмыс істемеймін деп уәде бердім. Себебі мен мынаны түсіндім. Мен қара күшпен жұмыс істеу арқылы ақша табуыма болады, немесе өз ақылым арқылы таба аламын. Құдай бізді ешқашан жалғыз қалдырмайды. Сол жерде орындықта су болып, не істерімді білмей отырып, мен Құдайдан парасат пен түсіністікті сұрадым. Автоматты түрде аяқ киімді шешіп, ішіндегі қоқымнан тазартқым келді. Сол кезде кенеттен аяқ киімнің табанына 500 рубльдық 2 купюра тауып алдым.
Басында сенбей, жай жапсырмалар шығар деп ойладым. Қолыма алып қарасам, шынымен ақша екен. Дәл сол сәтте өзіме барлығын өзгертем деп уәде бердім. Және осы ақшамен байлығымның бастамасы болады деп сендім. Менің шешім қабылдауым сол екен. Менің өмірім ертегідей өзгеріп сала берді. Мен бұған сенемін. Аяқ киімнің табанынан ақша тауып алғаннан кейін ақша басқаруды үйренемін деп өзіме ант бердім. Және антымды орындадым. Бодо Шефер ақша пайда болмай тұрып, оны басқаруды үйрену керек, сонда ақша тапқанда оңай болады деген болатын. Сол кезде тағы әлемде барлығы молшылықта, берекеде екен деген ой келді. Құдай бізге жерде, суда да, жер астында да, су астында да өте көп табиғи байлық берген, бірақ біз оның барлығын бағаламаймыз. Сол кезде мен өзімнің ішкі жағдайымның бұрынғыдан емес екендігін түсіндім. Ішінде бірдеңе өзгерді. Қайта құру мен соғыс барлығын өзгертпейінше, мен ауқатты отбасыдан шықтым, жақсы киінетінмін, әрқашан ақшалы болғанмын. Алайда соңғы кездері мен өзіме көңіл бөлуді қойдым. Өз киіміме қарамадым, ақшам бар болса да қымбат заттарды алуды қойдым. Менде өзіндік ауқаттылық сезімі болмады. Мен өзіме өзім ұқсамадым. Киімім, аяқ киімім кір, өмірім қараусыз, елеусіз болды. Әрдайым ақша жоғалтып алудан қорқатынымды аңғардым. Маған менің денеме кедейлік әдеттері қонып алғандай болды. Мұның барлығы білінбей басталып кеткен әдеттер болды, бірақ оны елемей қалдырсам, барлығы осы күйінде қалар еді. Мен мұны қаламадым және өзіме былай деп ант бердім. Мен өзіме бай болып өмір сүруге рұқсат беремін және мен байлықты өмір сүретін боламын. Осы шешімнен кейін ерекше жағдайды орын алды. Мен көп ақша таба бастадым. Мен 100 рубльден бастадым. Бір аптадан кейін күніне 300-500 мың рубль таба бастадым. Қарапайым тамақ 20 рубль тұратын, ал 300 рубльге қымбат орнынан жақсы тамақтануға болады. Менің не істегенімді білесіз бе? Мен сол тапқан 1000 рубльге тиіспедім, ал қалғанын жұмсадым. Қолымда бар ақшаның барлығын жұмсаймын деген мақсат қойдым. Ең қымбат мейрамханаларға бардым, ең қымбат әрі күшті тағамдарға тапсырыс бердім, қымбат киімдер кидім, өзімді бай адам сияқты сезініп көргім келді. Менің ойым мынау еді, өзім тапқан ақшаны біреуге тартқызып қойғанша өзім жұмсайын. Мен сол кезде маңызды затты түсіндім. Өз-өзіңе қалай қарасаң, адамдар да саған солай қарайтын болады. Егер өзіңді құрметтесең, айналадағылар да сені құрметтейтін болады. Міне, сондықтан мен жақсы киініп, қымбат мейрамханаларға баруды жөн көрдім. Тағы былай істедім. Жүргізушінің қасына келіп, 1 сағат жүру қанша тұратындығын сұрадым. Ол қайда баратынымызға байланысты деп жауап берді. Мен ешқайда бармаймын, жай қыдырып қайтқым келеді деп жауап беретін. Жүргізуші таңданып, неге деп сұрайтын. Білесің бе, мен әрқашан Мәскеуді айналып көшелерін көруді армандайтынмын деп түсіндіретінмін мен. Ол күнде маған Мәскеуді аралататын және қызметі үшін жақсы ақша алатын. Мен неліктен олай істедім? Өзімді бай, сенімді адам сезінгім келді. Адам өзін сенімді сезініп, сенімді жүрсе, онда барлығы орындалады. Біраз уақыттан кейін өзімді бай ретінде сезіне бастадым. Күніне 1500-2000 рубль ақша таба бастадым. Ол күндері шамамен бұл ақша 400-500 доллар көлемінде болатын. Тәжікстанда мұндай ақшаға пәтер сатып алуға болатын. Осы мақсатпен мен вокзалға барып, жақында Мәскеуге жұмыс істеуге келген, жақсы жұмыс таппаған, белгілі қиындықтарға тап болған адамдарды тауып алып, өзім тамақтандыратынмын. Бір ретке 50-100 адамға дейін болған кездерде болды. Барлығы маған ризашылығын білдіретін. Ең қызығы, мен өзімді бай адам сияқты сезіне бастадым. Білесіз бе, біреуге бірдеңе бергенде өзіңізді жақсы сезінесіз. Махатма Ганди былай деген: сенің алып отырғаның саған тіршілік етуге көмектеседі, ал бергенің өмір сүруіңе көмектеседі. Бұл сөздерді мен өмір бойына есіме сақтап қалдым. Және вокзалға күнде барып, сол адамдарды тамақтандыруды 2 апта бойы тоқтатпадым. Жақында ғана мен күніне 100 рубль тауып, оның 20-сын тамаққа жұмсайтын адам едім. Енді өзіме ең қымбат пәтер жалдап, жайлы өмір сүрудемін. Егер сен қорықпай өзіңе бай адам болуға рұқсат берсең, саған жетістік пен молшылыққа толы жаңа өмір келеді. Байлық жағдайын сезінуге өз-өзіңе мүмкіндік беру керек. Баяғыда сол орындықта отырғанда мен өзімнің өмір сүру тәртібімді, менің ақшамды тартып алатын милиционерлерді жек көретінмін. Менің жүрегім ауыратын және өте қынжылатынмын. Ал қазір мен оларға ризамын. Егер олар болмаса, мен қазіргі жағдайға жетпес едім. Мен ол кезде оларға ашулы едім және өз республикама қайтқанда барлық орыстарды қуып шығамын деп ойлайтынмын. Ал бүгін өзімді мүлде басқа адам сияқты сезінемін. Және
Тәжікстанға барғанда көшеден орыс әжені көрсем, қасына барып көмек беруге тырысамын. Бірдеңе сыйлап, жақсы сөз айтқым келеді, себебі мен бөтен мемлекетте өмір сүрудің қандай қиын екенін түсінемін. Ал Мәскеуге келгенде басында отырған сол жерді тауып, жай отырғанды жақсы көремін, және осы маған күш беріп, алға жылжуыма көмектеседі. Адамдар менің айтқандарымды жиі түсінетін сияқты болады, алайда сенбейді. Біреулер өздерін табысты болатыны және жетістікке жететініне сендіріп, соған жете алады. Ал біреулер күнде өздеріне ештеңеге қол жеткізе алмайтындығын айтып қала береді. Кез келген жағдайда да адам өзі жасаған таңдауы дұрыс болады. Мен өзім үшін адамдардың екі категориясы бар екендігін түсіндім. Біріншісі, біреулері қолымен жұмыс істеп, басымен ақшасы есептейді. Мынанша ақшаны әйеліме берем, мынаншасы пәтерге кетеді, мынаншасы қарызға, тағы басқа. Екіншісі, басқалары басымен ақша тауып, қолымен есептейді.